Егер сіздің көңіл күйіңіз мүлдем жоқ болса, мүмкін бір стрессті жағдайда, бір күйзелісте тұрған боларсыз. Ондай жағдайда мен қонаққа баруға кеңес бермеймін. Себебі қонаққа барған адам ең алдымен қонаққа келген адам үйдегі қожайынның көңілін көтеру және солармен бірге көңілді бір қуанышты сәтті бөлісу үшін келеді. Және отырған қонақтардың алдында проблемасын айтып кетудің қажеті жоқ. Тіптен сіздің көлігіңізді тура келе жатқанда сол жол барысында сізге бір оқиғасы болса, оны айту. қақтығыс болып қалса, оны да айтып отырудың қажеті Көңілсіз оқиғаны айтудың қажеті жоқ қонаққа мүлдем айту, ондай нәрсе айтуға болмайды. Айтылатын тақырыптарға өте қатты мән беру керек. Бара алмайтын болсаң, қалай ескерткен? Тәртіп бойынша. Егер мүлдем бара алмайтын болсақ, алдын ала оны аяқ астынан емес. Аяқ астынан форс-мажор дейді ғой енді. Енді форс-мажорды басқаша айта алмайды. Болса, қалай жеткізген дұрыс? Форс-мажорды жоқ, хабарласып айтқан дұрыс. Телефонмен қоңырау шалып. Қоңырау шалып. Себебі WhatsApp-та қонақ күтіп отырған адам ұялы телефонын қолына ұстап отырмайды. WhatsApp-та көрмей қалуы мүмкін. Қонаққа келді делік енді. Қонағымыз келді, одан кейін қалай күтіп аламыз? Киімін шешіп, арнайы ілеміз, аяқ киім ұсынамыз деген. Мысалы, қонаққа кірген адамда бізде әдет бойынша жалпы қалай? Үйге қонақ кіргенде кіріңіз деп, мысалы, қонақты үйге кіргізіп жіберіп, өзі, мысалы, мен қожайынмын, сіз қонақсыз. Сізді үйге кіргізіп жіберемдегіні, соны сіздің соңыңыздан арғарай өзім жүре берем. Кірген қонақ ыңғайсыз жағдайда қалады. Қайда жүрерін білмей, қайда барам деп, жатын бөлмеге қалай өзі кіріп кеткенін байқамай қалып, ыңғайсыз жағдайда қалады. Сондықтан үйге қонақ келгенде, жалпы ғимаратта болсын, кез келген ғимаратқа ер азамат пен әйел адам кірген кезде, ер азамат бірінші болып кіреді. Есікті бірінші ер азамат ашады. Алдыменен есікті ашып, тұтқасынан ұстап, және де қыз балаға өзінің жаңағы артқы дүниесін көрсетпейді. Алдымен ғана есіктің тұтқасын ұстап, өтіп, ол не үшін қажет? Ол әйелге, қыз балаға қауіпсіздік жағдайы жасаулы екеніне көз жеткізу үшін. Үйге қонақ келгенде де дәл сонда алдымен қожайын өзі өтеді, содан соң қонаққа қалай жүру керек екенін жол сілтеп көрсетеді. Ал тәпішке беру барысы, аяқ киім мысалы. Біріншіден ол гигиенаға қарсы дүние. Сіз өзіңіздің құрбыңызға, танысыңызға етігіңізді шешіп бермейсіз, тура сол секілді. Үйдегі өзіңіздің мүшелерінің киетін тәпішкесін ұсынуға болмайды. Ол біріншіден гигиенаға қарсы және де этикетке қарсы дүние. Біз ондай қонақтарға қандай аяқ киім ұсынамыз? Арнайы қонақтарға арналған. Ал сіздерге лайфхак айта кетейін, әсіресе мына шетелге демалысқа көп шығатын менің де лайфхагым біліп тұрмын, не айтасың? Қыз балалар көбіне алып кетеді. Отельде тәпішкелерін алып кетеді. Киілмеген жап-жаңа тәпішкелер. Сол бір-ақ рет пайдалануға арналған тәпішкелерді келген қонақтарға ұсынсаңыздар болады.